Зорлап кейін үйленген. Түркістан облысында оқушы қызбен отау құрған мұғалімнің ісіне байланысты сот басталды. Түркістан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты кәмелетке толмаған оқушыға үйленген мұғалімнің ісін қарауды бастады. Бұған дейін Сарыағаш ауданындағы мектептердің бірінде информатика пәнінің мұғалімі 15 жастағы оқушыны зорлап, кейін оған үйленгені туралы ақпарат шыққан еді. Жәбірленген қыздың анасы полицияға арыз жазған. Артынша Facebook қолданушысы Ақбар Хасанов мұғалім мен оқушы қыздың жеке өміріне ешкімнің араласпауын өтініп, өзі арқылы жеткізуді қалғандарын жазған. Алайда бұл мәлімдеме полицияның мұғалімінің үстінен қылмыстық іс қозғауына кедергі келтірмеді. Оған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 122 бабы 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынасқа түсу немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер бойынша айып тағылып отыр. Осы оқиғадан кейін мектеп директорының орынбасары, сынып жетекшісі және психолог жұмыстан шығарылған. Бірнеше мұғалім қатаң сөгіс алып, күдікті сабақ беруден шеттетілген.